Армысыздар. Бүгін Нұрсұлтан имамның біраз видеосы тарап жатыр. Дін ұлттан жоғары болу керек деген. Мен бұған келісе алмаймын. Мен бұны бір жыл бұрында осы туралы жіберген біраз роликтер бар менде. Соны тағы қайталауға тура келіп тұр. Себебі мен байқауымша бұл жігіт көп әскерде де болмаған сияқты негізі. Әскерде болған адам бұлай сөйлемес еді. Енді өзіміз әскерде болдық, басқа шет елдерде жүрдік, басқа жерлерде жүрдік. Қай жерден қазақтың дауысы естіледі, көмектесіңдер деген. Төбелесіп жатқан қазақ па, қыз ба, еркек пе қарамайсың. Сен көмекке барасың. Және одан сұрамайсың сен. Сен дінің қайсы, Құдайға сенесің бе, сенбейсің бе, Аллаға сенесің бе, әлде бұқ дейме, соған сенесің бе. Қазақтың дауысын естідің, сен көмектесесің. Сен ол жерден кете алмайсың, себебі қазақтығың жібермейді. Сондықтан мынау ислам жаңағы мынау айтып отыр ғой, Нұрсұлтан. Бұл дін қай жерге барады, сол жерде бөліс басылады. Бұл дін мысал келтірсек, Индияға барған кезде Индияны екіге бөліп, Пакистан деген ислам діні ұстанғандар Пакистанға бөлініп кеткен. Сол сияқты бүгінгі күн бізге де бір төніп тұр. Бұл мына Нұрсұлтан сияқты имамдардың арқасында қазақты қолдамай, басқа біреуді қолдау керек деген. Дінге қарау керек деген. Соның арқасында бір жанұяда бір-біріне көмектеспейтіндей жағдай болып тұр. Себебі біреуі христиан болуы мүмкін, біреуі мұсылман болуы мүмкін бір үйде. Бір-біріне көмектеспейді. Неге? Діндер бөлек. Сондықтан қазақтарға ескерту. Бұл сияқты имамдардан сақтаныңдар. Қазақтықтарыңызды жоғалтпай, қазаққа ғана керек. Осыны естен шығармаңдар.